Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы елдік пен ерліктің иесі, батылдықтың киесі, баһадур халық қаһарманы, Совет одағының батыры, біздің жерлесіміз, тамаша тұлға Бауыржан Момышұлы атамыз туралы сыр шертпекпін. Оның еңбектерінің, оның өмір жолының, осы ұлт тәрбиесінде, ұрпақ тәрбиесінде алатын орны ерекше. Бауыржан Момышұлының, Бауыржан атамыздың шығармалары, ол қазіргі таңда әрбір жастың жүрегіне жол тауып, тәлім тәрбиеде өзінің рөлін, маңызын айқындап отыр. Осы тұста Бауыржан Момышұлы, Бауыржан атамыздың еңбектерін зерттеген, оны бізге бүкіл әлемге танытқан Александр Бекке ерекше алғысымыз, сонымен қатар Әзілхан Нұршайықовқа алғысымыз ерекше. Оның ақиқат пен аңыз еңбегі қандай керемет. Мен ол еңбекті сол мектепте оқып жүргенде оқыған едім. Содан бері өзім Бауыржан танумен де қызығушылық танытамын. Бауыржан тану саласына да қызығушылық танытамын. Одан кейінгі біздің керемет ғалымымыз Мекемтас Мырзахметов осы Бауыржанды тамаша бір керемет саф бейнесіне, ерекше бейнесіне бізге сипаттама берді. Бауыржан Момышұлы туралы қысқаша автобиографиясын айтып кетейін. 1910 жылы қазіргі Жамбыл облысы, біздің жерлесіміз Жуалы ауданы Мыңбұлақ ауылында дүниеге келген. Әкесі ұста, етікшілік қызметін атқарған, сонымен қатар өте білімге де құштар болған. Бауыржан Момышұлының анасы ерте дүниеден өткендіктен әжесінің тәрбиесін алған екен. Бауыржан Момышұлы жастайынан ілімге, білімге құмар болған, алғырт болған. Өзінің өжеттілігімен, қайсарлығымен сол ауылдың ортасында топтың ішінде, бір топ балалардың ішінде ерекшеленіп отырған. Бауыржан Момышұлы 1921 жылы оқуға түсіп, 1924 жылы Шымкент қаласына 7 жылдық мектепті бітірсе, одан кейін барып Орынбор қаласына педагогикалық институтта оқиды екен. Алайда қиын жағдайларға байланысты институтта оққаны қарай жалғастырмайды, бірақ өзінің ауылына келген кезде 28-30 жылдар бастауыш мектептің мұғалімі болған екен. Кейінірек келе хатшы қызметін, ауылдық хатшы қызметін, атқару комитетінің жауапты хатшысы, сонымен қатар сол уақыт аралығында 6 айлық милиция қызметкерлерінде жұмысын атқарыпты. Бертін келе әскерге өз еркімен барып, әскерде өзінің бастапқы әскери қызметін жалғастырған. Сіздер білесіздер, 1941 жылы Ұлы Отан соғысы кезеңінде осы Алматы қаласында Панфилов жасағы құрылған етін, яғни майор Иван Панфиловтың басшылығымен. Осы дивизияда Бауыржан Момышұлы өзінің командованиесін, өзінің басшылығын атқарды. Бауыржан Момышұлы бірнеше рет шайқастарға, өте көп шабуылдарға бастап шығып, 5 рет жау қоршауын бұзып, негізгі жауынгерлік құрамымен аман қалған керемет тактик, комбат тұлға болған. Тіптен Бауыржан Момышұлыны өзінің қоластындағы жауынгерлер батя деген. Осы дерек туралы Әзілхан Нұршайықовтың еңбегінде жазылған. Бірде Қарағанды қаласына барған кезде бір алып, тұлғалы бір орыстың жігіті келіп, батя, батя деп айқайлаған дейді. Сол кезде Бауыржан дейді, оны құшақтап, сынок, я здесь, бала, мен мұндамын, ұлым, мен мұндамын деп, екеуі біраз құшақтасты дейді. Бұл Астап Блаха деген пулеметчик болған екен. Астап Блаха сол өзінің дивизиясында өзінің ерен еңбегін көрсеткен. Сонымен қатар Бауыржан Момышұлының қатты жарақат алған кезде көмек берген, сондай бір керемет батыл жауынгер. Алайда оларға халық Совет одағының батыр атағын бермесе де, халық оларды батыр деп санаған. Тіптен өзінің сол Қарағандыда Бауыржан Момышұлы ел алдында сөйлеген кезде, батыр мен емеспін, Бауыржан мен емес, мен батыр, міне мынау Астап Блаха деген өзінің пулеметчигін шақырып, оның ерен еңбегін туралы айтып өткен екен. Бауыржан Момышұлы өте керемет тактик, стратег болған. Оның арқасында ошақты, икемді қорғаныс деген жаңа ұғымдар қалыптасты. Сонымен қатар Бауыржан Момышұлының
Волоколам шоссесі, Александр Бектің Волоколам шоссесі болмаса тас жол деп айтамыз ғой. Волоколам тас жол еңбегі бірнеше тілдерге аударылып, шет елдерге француз, ағылшын тілінде аударылып, ол кітабы жарық көрген. Тіпті сол кезеңде Совет өкімет кезеңінде Израильде, тағы бір мемлекеттерде Бауыржан Момышұлы есіммен әскери мектептер де болыпты. Қараңыздар қандай. Оның тактикалары, оның еңбектері түгел оқытылып, кәдімгідей зерделенген, оның мінезін, оның ерекшелігін, оның қайсарлығын, қайраттылығын сол өздерінің мектептеріндегі жастарға өнеге үлгі ретінде оқытылып, тәрбиеленген екен. Қараңыздар, Бауыржан Момышұлы Кубаға барған кезде Кубаның басшысы оның ерең еңбегін ерекше бағалап, тіптен бір қайсар батырға қарағандай сондай бір ерекше құрмет көрсеткен екен. Бұл деген біздің хас батырымыз, біздің батыр атамыздың басқа елдерде өзінің мәртебесінің жоғары екендігін, сол басқа елдерде оның батырлығын, сол Москва түбіндегі шайқастағы еңбегін ерекше бағалаған. Тіптен мына бір деректерде Бауыржанды әркімнің өз баукеңі бар дейді Зейнеп Ахметова өзінің сұхбатында. Тамаша жазған. Мысалға, әрқайсысы, әр журналист Бауыржан атамызды өзгеше көрген. Міне ол былай дейді Зейнеп Ахметова. Көбісі дейді, атамды дейді, өзінің көзімен, әркім өзінің көзімен көруге тырысты дейді. Өзінің өрісімен көрді. Кейбіреулер бет жағында көбін ғана қалқып, ар жағына үңіле алмады. Ал менікі тек келіндік көзқарас. Үстелді тарс еткізіп ұрып, көзіме тура қара, ойымды ашық айт, шындықты айт деп айқайлап беретін дейді. Мен енді көбінесе үндемейтін дейді, бірақ ылғи да әр әңгімеде әңгімесін тоқтатып, менің пікірімді сұрайтын дейді. Бұл дегенім сол өзінің тұлға ретінде өзің пікіріңді айт, ойыңды айт дегені ғой, жеткізе ал дегені ғой дейді. Міне бұндай осы бір тамаша естеліктер бар. Бұны кейін түсініп, осы еңбегінде Зейнеп Ахметованың кітабында Бауыржан атамыз туралы тамаша сипаттап берген. Ол әркім, әрқайсыңыз оқыған шығарсыздар деп ойлаймын. Сонымен қатар Бауыржан Момышұлының бір ерекше қасиеті өзінің кінәлісін мойындай алған. Қатты сөйлеп қойса да кешірім сұрай білген. Қараңыздар, өзі қандай мықты жүректі қайратты адам, өзінің қатесін де мойындап отырып, кешірші айналайын деген кешірімге бара білген. Бірде дейді, Бауыржан Момышұлының ерекше қасиеті дейді, тіпті Александр Бек өзінің еңбектерінде, деректерінде былай деп жазған: кейбір солдаттар, полктар, батальондар осы Бауыржанның полкысына түсуге армандайтын дейді. Сояқа сол Бауыржанмен, сол халық батырымен бірге шайқасы оларға бір мәртебе, бақыт, арман болатын дейді. Осы тұста Бауыржан Момышұлы бір үлкен Москва түбіндегі шайқаста өзінің дивизиясының әйтеуір азы ғана жанын беріп, бір шамасын аман алып қалып, үлкен осы Волоколам тас жолында үлкен шайқаста өзінің еңбегін көрсеткен кезде Иван Панфилов оны қатты құшақтап, жарайсың сұңқарым деп көзіне жас алған кезде болған екен. Бұл оның еңбегіне ерекше тәнті болғаны, риза болғаны. Бауыржан Момышұлы өте керемет данышпан, данагөй жазушы. Ол өзінің еңбектерінде мен бір жазушым деп баға бермеген өзіне. Мен мемуарист, шындықты, ақиқатты жазатын жазушым деп айтқан. Өзі сол мұғалімдік қабілеті шығар. Ылғи да қалтасында кішкентай парақшамен қалам, мынандай кішкентай қаламы болған екен. Әр деректерді жазып отырған. Осы соғыс барысында адамдардың болмысына, адамдардың табиғатына да ерекше сипаттама бере отырып, мынау тәрбиеге ерекше көңіл бөлген. Сол бір еңбегінде бір сарбаз өзінің бір танкты жаралмаған кезде, сондай бір сарбазы, қоласына бір сарбазы өзінің гранатымен бір танкты жоя алмаған кезде, келесі күні сол сарбаздың қасына барып көзіне қарап: сен анаңнан туған ұл екеніңді дәлелдеші деп айтқан кезде, анау жігіт ар намысын жоғары қойып, намысқа тырысып, өзінің ез емес ер екендігін көрсетіп, бірнеше жаудың танкілерін жойған екен. Міне
бұл деген сөз Бауыржан әрбір солдатқа жеке тұлға, жеке әлем ретінде қараған, оларға әрқайсысын қандай сөз айту қажет екендігін мықты таныған психолог деп айтсам да болады. Жан танушы, мықты таныған жан танушы. Тіптен Бауыржан Момышұлының осы психология саласында да өзінің бір деректерін салыстырмалы түрде сіздерге айтып берейін. Бауыржан Момышұлы соғыс психологиясына былай деп сипаттама береді. Страх, қорқыныш ол бәрінде бар дейді. Қорқыныш ол генерал мен солдатқа дейін бәрінде бар. Біздің бойымызда екі қорқыныш бар дейді. Бірінші жаратушы алдындағы қорқыныш, екінші табиғи қорқыныш дейді. Табиғи қорқыныш ол біздің болмысымызда бәрімізде бар. Ол қорқынышты біреулер өзімен бірге алып жүреді, біреулер ол қорқынышты бойынан алып тастайды дейді. Ол қорқынышты тек бойындағы ар намысың, жігерін ғана алып тастайды. Бірінші сен сезін, ол қорқыныш бар ма? Я, ол қорқыныш бар. Енді ол қорқынышпен жүрсең, сен артында не болады? Сен ол қорқынышпен соғыссаң, артында сенің әке-шешең, артында сенің бауырларың. Солар зардап шегеді. Яғни сен намысқа тырысып, сол қорқынышыңды жеңе ал деп, ең басты қорқынышты жеңу, ол адамның бойында ерік жігері мен ар намысы деп сипаттама берген. Адамның бойында ар намыс кез келген қорқынышты жеңеді деген. Осы тұста біздің бойымыздағы генерал страх қайта бастайды деп сипаттама берген. Тіптен ол өзінің еңбектерінде солдаттары шайқасқа шығардың алдында көздеріне қараған, көзінде жанары өшіп тұрған сарбазы болса, жауынгері болса, ол бұл соғыстан аман қалмайды деп қатты құшақтап, іште құшақтасқан, кейде іште құшақтап қоштасқан, кейде көзіне жас талған екен. Ал кейбір сарбаздардың, жауынгерлердің бойында қорқыныш болып жатса, үрей болып жатса, олардың әрқайсына күш қуат беріп, тамаша сөздерін айтқан. Осы тұста жаңағы оның естелігіндегі сарбаздар, жауынгерлері тамаша естеліктерде жазған, оның әр сөзі бізге қуат беретін, күш беретін деп.